Сәлем армандаушы ханымдар, қош келдіңіздер. Қазір бүгінгі сіздерге айтылатын сабақ армандар картасына арналады. Армандар картасы біздің идеалды жылымыз. Биыл идеалды жылымыз болсын. Барлықтарыңыздың жасайын жатқан арман карталарыңыздағы әрбір салынған суреттер, әрбір жазылған сөйлемдер орындалсын деп тілеймін, тілекшімін. Енді қазір армандар картасы ол біздің ішіміздегі армандап жүрген мақсаттарымыз, орындалғысы келіп жүрген армандарымыздың визуализациясы, ішкі күйдегі, іштегі сезімдердің картаға түсіру жолы. Енді бұның алдыңғы видеода сіздерге қалай жасау керек, ішкі күйді қалай реттеу керек, бәрін жасап деп ойлаймын. Именно қазіргі сабақ сіздерге осы ары қарай не істеймін, мен ішкі күйімді реттедім, өзімнің блоктарымды шешіп тастадым, менің денем босаңқы, енді арман картасын жасауға дайынмын деген қыздар ғана көріп жасасын. Ал егер жасамаған болсаңыз, барып жасап келуге кеңес беремін. Өйткені бізде қазір алдағы уақытта тек осы армандар картасына жасалатын қадамдармен ондағы берілген мүмкіндіктерді қалай пайдалану керек туралы айтылады. Армандар картасының негізгі 9 бөлімі бар. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетем. Ең бастысы осы реттілікпен жасасаңыз болады. Кейбір кісілер осы түске бояймын ба деп айтуларыңыз, сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Бояғыңыз келіп тұрса, боясаңыз да болады. Сіздің жүрегіңіз не қалап тұр, соны жасаңыз. Шектеу жоқ. Арманға шектеу жоқ. Және оны жасауға да бір рамкада шектеп қалмаңыздар. Бәрін жасауға болады. Алғашқы бөлімі, біздің карта желаниядағы алғашқы бірінші бөлімі, ол байлық бөлімі деп айтылады. Байлық бөлімінде сіз ешқандай шектеу қоймайсыз. Сіз нені армандап тұрсыз қазір? Көлік болса, көлікті, үй болса, үй, неше бөлмелі үй, қандай көлік, оның сыртқы түсі қандай, және оны салоннан алып жатырсыз ба, немесе қолма-қол біреуден алып жатырсыз ба? Соның бәрін ескеріп қана таңдап аласыздар суреттеріңізді. Және ол үймен ғана шектеліп қоймай, тағатын әшекейлеріңіз, немесе обменный пункттан барып, алтын сатады ғой, жаңағыдай қолданылған емес, ондай алтын емес, кәдімгі слепокта сатады, иә? Солардың суреттерін алып жабыстырсаңыздар болады. Байлық саласына қалап жүрген бүкіл жаңағы ақшаға бағаланатын заттарыңызды салып жазасыздар. Екінші пункт — даңқ, танымал болу. Егер сіз әлеуметтік желі жүргізгіңіз келіп тұрса, жалпы бір жерде выступать еткіңіз келетін болса, сондай даңққа лайықтымын деген суреттерді қарастырасыздар. Немесе сіз мен Инстаграм әлеуметтік желі қызық емес, мен қарапайым, ешкімге қатты көрінбей, бірақ өмір сүріп жүргенімді көрсеткім келеді десеңіз, онда сіз жай ғана өзіңізге гүл беріп жатқанын, внимание, үйде мысалы жолдасыңыздың гүл беріп жатқанын, немесе сыйлықтар әкеп жатқанын, сондай суреттерді таңдап қойсаңыз болады. Үшінші бөлігіміз махаббат, қарым-қатынастар. Екінші жарыңызбен жүргіңіз келіп жатқан суреттер болса, сондай суреттерді алсаңыз болады. Тағы ескеріп кететін жайт, интернеттен алған кезде адамның бейнесі көрінбеу керек. Мен оны келесі сабақта қалай екенін түсіндіретін боламын. Сіз жаңағы бетпен, жүзмен тура ол адамды қойғыңыз міндетті емес, ол дұрыс емес, өзіңізді қоюыңыз керек. Оны редактировать етуді, монтаждаудың бәрін сізге көрсететін боламын алдағы уақытта. Енді махаббат жайлы, сізге жолдасыңыздың гүл беріп жатқаны, немесе сізге сыйлықтар әкеп жатқаны, немесе бірге саяхаттап қол ұстасып жүрген суреттер өте жақсы әсер ететін суреттер. Сондай суреттерді алсаңыздар болады. Бұл деген екі адамның бір-біріне деген үйлесімділігі және екеуіне деген ішкі сезімдерін білдіретін бөлім. Келесі пункт — отбасы және үй. Бірге ойнап жатқандарыңызды, бірге жаңағы сондай суреттерді іздейсіздер. Бірге ойнап жатқандарыңызды, бірге саяхаттап жатқандарыңызды, бірге үйге арналған жаңағы үй дастарханын алып жатырсыз ба, немесе отбасылық фотолар болатын болса, үйге арналған заттар болатын болса, отбасылық үйдегі уют дейміз ғой, соларды алып таңдап қойсаңыздар болады суреттен.
Бесінші пункт, картаңыздың дәл ортасында өзіңіздің суретіңіз болу керек. Шаршап тұрған емес, көңілді, позитивті, мүмкіндік бар болатын болса, толық суретіңіз болу керек. Басыңыздан аяғыңызға дейін, немесе ондай жоқ болса, осылай көкірек тұсында болу керек суретіңіз. Күліп тұрған, прям махаббатпен, прям андай позитивная, прям энергичная болып тұрған кездегі суретіңізді қойсаңыз болады. Және оны да монтаждауды көрсететін боламын. Бетті қалай тегістеп қою, қалай әдемі, өзіңізге бір ұнамайтын нелерді әдемі қылып қойғыңыз келеді ғой, соның да қосымшасын бөлек жіберетін боламын. Оны келесі видеоларда айтатын боламын. Ең бастысы сізге ұнайтын фото болу керек. Алтыншы бөлім денсаулық және шығармашылық. Бұл жерге сіздің денеңізге, өзіңіздің денсаулығыңызға не жасағыңыз келеді. Мысалы, осы жылы сіз бәлкім салмағыңызды реттегіңіз келеді ма, немесе бет күтімін жасағыңыз келеді ма, косметология, массаж, спорт, спа, денсаулық үшін не істегіңіз келеді, соған қатысты суреттердің барлығын алып жинастырасыздар. Ол жерде тағы да айтамын, массажда жатқан кезде массажда жатқан қыздың суретін мейлінше түрін алмаңыздар, тек қана денесін ғана алуды тырысамыз. Және фитнеске барып жатсыз ба, йога барғыңыз келе ме, сол сияқты фотоларды жинастырасыз. Жетінші бөлім саяхат және оқу. Сіз қай жаққа барғыңыз келеді. Мысалы, Дубайға барып қойсаңыз, басқа мемлекетті айтыңыз. Мен мысалы Африкаға барып келдім, Африка деп белгілеп қойдым. Мен оны барам деп ойлаған жоқпын, бірақ жолдасым арқылы біз барып қайттық Африкада. Жануарларды көрдік, енді жирафтар енді супер екен, живой прям модельдер сияқты жүреді. Сол сияқты сізде қай қалаға, қай мемлекетке барғыңыз келеді биыл. Сіз тек қана биылға емес, келесі жылдарға да қойсаңыз болады. Мысалы, бірнеше қалаларды алып қойсаңыз болады. Және сіз жаңа оқу орнына түскіңіз келетін болса, сол жерді де танысаңыз болады. Мысалы, мен осындай, мысалы, Казгуға түскіңіз келетін болса, Казгудың суреті интернетте толып тұр, соны алып, мысалы, магистратура ма, докторантура ма, білмеймін осыда қандай арман бар екен, соны суреттерін, оқуға байланысты суреттерді қойсаңыз болады. Бәлкім шетелге оқығыңыз келетін шығар. Мысалы, менде ойда бар, шетелде жаңағыда оқып білім алуға. Мен осы психосоматика бойынша бастадым Германиядан. Енді ары қарай, мен бұрында тоқтап қалмаймын ғой, ары қарай кетемін ғой. Сонымен менде жоспарымда бар. Сіздермен бөлісіп қояйын. Енді сіздер де сондай армандарыңыздар. Қазір сіз қандай мамандықта оқып жатырсыз, сонда жасауға болады. Қыдырып келу дегенде барып шетелге де шығатын кезде менің жолдасым деп айтатын, жаңағыда ұялмай жүрген кезімізге ғой енді үйленіп, мен шетелге барғым келеді. Жаңа жолдасым айтады, мен шетелге ақшамды шашып барғым келмейді. Мен барам ба, жұмыс бабымен барғым келеді деп. И вот, жұмыс бабымен біз бірнеше рет шығып жатырмыз. Дубайға 2 рет барып келдік, жаңа Африкасына барып келдік. Жұмыста болады и демалып та қайтады. Сол себепті сіз мысалы шетелге барған тек демалуды ғана ойламаңыз, онымен шетел қалмаңыз. Сіз ол жақта бір жұмыс бабымен де баратын болып қалатын шығарсыз. Сол үшін сол қалаларды белгілей беруіңіз керек. Жай мысалы позитивті оймен, позитивті энергиямен белгілеп отырасыздар. 8-ші бөлім мансап, орысша айтқанда карьера. Сіз жұмысыңызда қалай болғанын қалайсыз? Бір команда жинап жұмыс жасап жатырсыз ба? Или жұмыста беделіңіз өсіп жатыр ма? Немесе жаңағы жұмыс орнын ауыстырып жатырсыз ба? Бұл жерге компьютер, жаңағы саты бар ғой, лестница жоғары қарай шығып жатқан, сондайлар қойсаңыз болады. Немесе команданы жинап, бірнеше өзіңіздің армандаған командаңыз сізге жан ашитын, сіздің жұмысыңызды беріп, жақсы, шынымен осы кісінің жұмысы алға жүрсінші, бұл кісінің жұмысы алға жүрген кезде менің табысым артады деген командаларды суретін қойсаңыз болады. Және жұмыс орны тұрғаны, компьютер, табыс, соларды қойсаңыз болады. Бұл енді таза жұмысқа байланысты. Қандай комфортный жерде жұмыс жасағыңыз келеді. Мысалы, сіздің қазір жұмыс берушіңіз ұнамайтын шығар, басқа жақтан жаңағыдай жұмыс іздеп жүрсіз. Соған байланысты қандай жерді қалайсыз? Сізге онлайн формат па, офлайн формат па, қандай офистің көлемі қандай, обширно ойлаймыз, тұратын орныңыз қандай, креслода отырсыз ба, жаңағы алдыңызда қойылып жатқан жаңағы дүниелердің бәрі қандай екенін бәрін армандауыңыз керек, жарай ма? Рухани даму, сіз қалай дамығыңыз келеді, өзіңізге ұнайтын кітаптар, қай кітапты биыл осы
мен осы жылы мына кітаптарды оқимын. Мысалы, личностный рост дейміз ғой, сол бойынша ма, немесе психология бойынша ма, өзіңіздің сүйікті кітаптарыңызды және медитация, мысалы, осы мен медитацияны үйрене алмай жүрмін, медитацияға түскім келеді десеңіз, немесе мен психологпен жұмыс жасап ары қарай дамығым келеді десеңіз, сіз сондай өзіңізге сондай рухани, мысалы, душевный дейді ғой, сондай позитивте суреттерді іздеп қарастырасыздар. Енді армандар картасын жасаудағы біздің нақты ережелерді айтып кетейін. Бірінші, сіз өзіңіздің армандаған суреттеріңіздің әрбір бөлігіне мақсаттарыңызды жазасыздар. Мысалы, шетелге барған кезде қандай мақсатпен барып жатырсыздар, денсаулығыңыз болатын кезде не мақсатта, және суреттердің әр бөлімге 3-тен немесе одан көптеу болады. Қатты көп сурет алудың да қажеті жоқ шығар, өйткені сіздің миыңыз шаршап қалады одан қарағанда. Негізі 3 суреттен қойғаныңыз дұрыс. Және А4 парағынан үлкен, А3 дейміз ғой, А3 дейміз ғой, А3 форматта, немесе бізде плакат дейміз, біреулер айтады, не денеді, баннер деп айтатынымыз ғой, әртүрлі форматта алсаңыздар болады. Бірақ маған өзіме ұнайтыны осы рамада жасаймын, өйткені армандар картаңыз бүйтіп оралып жатпайды, жан-жағы бүйтіп кеселіп жатпайды. Мен егер бұны жасағыңыз келсе жасасаңыз болады. Мынау менде үлкен А1 форматта. Бұл жерде мен өте көп суреттер жабыстырып тастағанымда, енді биыл мен олай жасамаймын. Мына қағаздардың бәрін алып тастап, мен жаңасын енгізетін боламын. Осыны біреуін арнап қойсаңыз, сізге осал жетеді. А3 кемі дегенде, және А1, А2 форматтағы плоттер дей ма, не дейді, мен ұмытып қалдым онда несін атын. Біз плакат деп айтатынбыз. Атын ұмытып қалдым қандай екенін да. Соны аласыздар, немесе мынандай дүкендерде, базарларда сатады осындай рамасымен, ішіне бетін анау көлеңкесі бар, неңіз шаң болып кетпейді, кір болып кетпейді. Осындай мен неге жабыстырамын, ортаға осындай суретімді қойып, жан-жағына карталарды жабыстырған болатынмын. Енді ережесі осы біздің армандарымыздың орындалуында. Енді визуализация жасағанда әр суретіңіз сізге мотивация мен көңіл күйіңізді көтеру керек. Жай ғана жаңадай суретті жабыстыра салайын деген болмасын. Міндетті түрде чатта кері байланыс беремін. Маған суреттеріңізді жібересіздер, мен көремін. Бір қараған кезде адамға уже сезіледі, қандай оймен алғаны бәрі сезіледі. Сол себепті кері байланысты міндетті түрде жасаймын. Ал армандарыңыз, осы жылға жоспарлаған жоспарларыңыз 100% орындала берсін. Армандай беріңіздер, өте көп армандай беріңіздер, визуализация жасаңыздар. Мен айтқандай блоктарды шешіп барып жасасаңыздар, міндетті түрде сіздің армандарға жетуге жеңілірек болады. Ал егер бұрынғы установкалар тұратын болса, ол армандауларыңыз сіздің бәлкім жай орындалып қалуы мүмкін. Енді қазір сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсылықта көрсек, армандарыңыздың барлығы 100% орындалады.